мал. Қараңыз, көрдіңіз ба? Замира, болды, отыр тыныш. Сыртқа барған кезде сен не істедің? Сен мен жағынан алам деп ойладың ба? Қолынан кимейді бала. Сен қолыңа боқ кимейді, боқ. Сен мына жерде ауызымен қатын сияқты. Көрдіңіз ба, не айтып отқанын? Өзі не істеп отқан талпындырып отыр. Отыр ғой, вообще тәрбие көрмеген. Болды, жақсы, тынышталайық. Екеуің де үндемеңдерші, басым ауырып кетті. Орны болады қалжың сияқты айтқанмын, ондай түк қатысы жоқ. Мұса айтқандай, адам сразу бір андай арам, өз арам адам арам ойлайды ғой, солай ғой. Сен қалай арам адам деп тұрсың? Агатаны ренжітіп аламын деп қорықпайсың ба қазір дәл осы қалжыңмен? Тима, тіліңе ерік берме, бұдан кейін бар ғой, артық кетіп қалма. Жоқ, берем, че там. Ей, болды жігіттер. Мұса. Темірлан, барып таза ауамен демалып қайтсаң. Ұрыспай қойық, ренжіспей қойық. Ақтөре іспен көрсетіп отыр. Сен аузыңда жапшы болды. Альбина, мен саған артық сөйлеп отқан жоқпын, тіліңді қышытпа, үндемеген сайын. Надо будет керек бола ма, Ақтөре? Мен сені тартып ала салам, маған қиын емес ол. Керек болса, егер маған. Тәрбиеміз жоқ екен, бетіңізге етейін. Стандарт. Қош келдіңіз. Саламатсыз ба? Қал жағдайыңыз жақсы ма? Жұма қабыл болсын? Сол жұмада бір дұғам қабыл бола ма деп келіп отырмын. Есіміңізді сұрай кетейін енді бірінші кезекте. Аман. Енді Зухра ханымға келіп отыр екенсіз. Сол бір қай келбетін ұнаттыңыз, бәлде қай қасиетін ұнап келдіңіз? Зухра ханымға келіп отырған себебім жұмыс жеңіл дейді. Шешіндіріп әуре болмайсың. Дайын асқа тық қасық дегенде ба? Мәссаған.